mob decided to take Peter's treehouse when he wasn't there. This is our fort now. Peter decided to fight to get it back. Now, will you help me? Heidi! Heidi, who can't stand violence, refused to help him. Instead, she came up with a plan to scare the invaders away. Joseph just gave me an idea. The bear's coming this way! I'm leaving! Let's go over there. Peter and Heidi got the treehouse back and prompted Carl and his mob to build their own. Қымбаттымды құтқару. Айтқанымды орындасаңшы, кішкентай аққу. Қане, лағым. Жақынырақ келші, қане. Жақындасаңшы. Жүк, қане. Кішкентай аққу, болсаңшы. Енді соңымнан ер. Осылай, қане, келе ғой, кішкентай аққу. Ай! Жүруің үшін құлауым керек екен ғой. Лағым бұлай жарамайды. Міне, осылай. Не істеп отырсың? Мен тура Питер секілді ешкі бағатын бақташы боламын, ата. Солайды. Я, сол кезде ғана өмір бойы тауда тұратын боламын. Бақташы болсаң қуанар едім, Хайди. Бірақ білесің бе, бақташы болу оңай шаруа емес. Білемін, бірақ Питердің үйрететініне сенімдімін. Сен бе? Бақташы болғың келе ме? Аха. Сонымен маған үйретесің бе? Сонымен не десем екен? Ойлануым керек. Бірақ тек бүгін емес, жарай ма? Не үшін? Көңіл күйім жоқ. Қымбаттым сырқаттанып қалғанға ұқсайды. Ал Альда ханым болса, оны қасапшыға сатып жібермекші. Қасапшыға ма? Бұл сұмдық қой. Оның сүт бермегеніне біраз уақыт болыпты. Сүт бермейтін ешкіні, білесің бе, ешкім керек етпейді. Мінекей сондай жағдай. Ол қайда? Оған көмектесуіміз керек. Қымбаттым келдерлердің ешкісі, оны солар алып қалды. Қолымыздан ештеңе келмейді. Оны сатпақшы. Бірақ оны құтқара аламыз. Қолымыздан келеді. Одан да өріске жылжайық. Дайынсың ба? Сен бара бер. Ал мен кеш болмай тұрғанда қымбаттымға көмектесуім керек. Бірақ Хайди? Саған кешірек барып қалуым мүмкін. Қазір атаммен сөйлесем. Қалауың білсін. Кездескенше. Өріске бармайтын болдың ба? Қымбаттым сырқаттанып қалыпты, оған көмектесуім керек. Альда ханым оны қасапшыға сатуға бел буыпты, себебі ол сүт бермей жүр. Оған барып бұлай жасамауын өтінемін. Алайда бұл өмір. Түсінесің бе, Хайди? Ешкілерді біз сүт алу үшін ғана бағамыз. Сүт бермейтін ешкіні өмір бойы қасымызда ұстай алмаймыз. Бірақ бір амалын табуға болады ғой. Бар болғаны қымбаттымға біраз уақыт қажет. Оған көмектесуіміз керек, сонда сүт береді. Алдымен оны көргеніміз дұрыс. Бәлкім жоңышқаның көмегі тиіп қалар, кім біледі? Қалай ойлайсың? Ендеше жоңышқаны қымбаттымға беріп көрейікші. Бәлкім қайтадан сүт беретін шығар? Үлкен рахмет, ата. Қайда барасың? Альда ханыммен сөйлесем. Көп үміттене берме. Олардың қатыгез екенін білесің ғой. Сәлеметсіз бе, Альда ханым? Хайди, атаңа бірдеңе қажет болып қалды ма? Жоқ, мен мұнда қымбаттымға бола келдім. Қымбаттымға ма? Оның сырқаттанып қалғанын естідім. Ол қайтадан сүт беру үшін не істеу керектігін білем. Білетініңе күмәнім жоқ. Бірақ тым кеш. Қасапшы ертең келіп ешкіні алып кетеді. Осылай істегеніміз дұрыс. Сонымен, басқа айтарың бар ма? Жоқ, Альда ханым. Жақсы. Ендеше жолды бөгемей үйіңе қайт.
Тереза, Сен мұнда не істеп жүрсің? қымбаттымға көмектескім келеді. Сенің көмегің қажет емес. Бола ма? Атамның айтуынша оны емдік шөппен аман алып қалуға болар. Бірақ тым кеш қой. Ертеңге дейін сауығып кетеді деп ойламаймын. Ештен кеш жақсы, Тереза. Бастысы шынайы жүрегіңмен жақсы болатынына сенуің керек. Білесің бе, оның сүтінің тоқтап қалғанына мен кінәлімін. Қасқыр шапқан түні қақпаны дұрыс шаппаған болатынмын. Соның кесірінен қасқыр сарайға кіріп кетті. Тереза, естіп келдің бе? Иә, апа. Қымбаттым? Содан бері сүті тоқтап қалды. Қақпаны ілмегенің рас шығар. Алайда есті сезген қасқыр қалай да болса кірудің жолын табар еді. Сенің еш кінәң жоқ. Білесің бе, қымбаттымды атама апарсақ жақсы болар еді. Неге бұлай жасайсың? Біз тіпті дост емеспіз ғой. Қымбаттымға көмектескім келеді. Ақылды бақташы ешкілеріне көмектесу керек. Сонымен, оның өмірін сақтап қалғың келе ме, жоқ па? Апам бұлай жасауыма рұқсат бермейді. Қымбаттымның өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасау керек, солай ма? Бірақ қымбаттым тым әлсіз, орнынан әрең тұрады. Енді шыға бер. Сен осында күт, мен атамды алып келем. Өзің сенімдісің бе? Ата! Ата, қымбаттымның сауығып кетуіне көмектесіңізші. Сен Альда ханымды көндіре алдың ба? Хайди, қымбаттымды оларға ескертпей алып кеттің бе? Қымбаттымға көмектесуім керек, ата. Ал Тереза осында алып келуіме келісті. Жасыл жоңышқа оны сақтап қала ма, айтыңызшы. Қолдан келгенін жасаймын, Хайди. Алайда ол әлсіз, тау басына шыға алмайды. Бірақ оны мына арбамен сүйреп апарсақ қайтем? Жасыл жоңышқа үлкен асудағы алқапта өседі. Құзды тауда, ол жаққа арбамен бара алмаймыз. Жоқ, бұл тым қауіпті. Ендеше Питерден таудан жасыл жоңышқа теріп келуін өтінеміз. Ата, оның өмірін сақтап қалуымыз керек. Жарайды, сендер алып келгенше оған қарай тұрамын. Тез келіңдер, қымбаттымның кеш батқанға дейін өз үйінде болу керек. Дегеніңіз болады, ата. Рахмет. Рахмет, атай. Питер! Питер! Питер, Мұнда не бізге істеп жүрсің сен? Хайдидің соңынан не үшін қуып келесің? Мен жоқ. Біз мұнда қымбаттымға көмектесу үшін келдік. Соғыспадыңдар ма? Жоқ, бізді үлкен асудағы алқапқа бара аласың ба? Бізге жасыл жоңышқа керек болып тұр. Оны қымбаттым жесе сүт беруі мүмкін. Жасыл жоңышқа ма? Сендердің жоспарларың тамаша екен. Жүр, ешкі баққың келеді ғой. Ендеше бар білгеніңді көрсет.
жердің әдемісін ай. Бұрын мұндай биіктікке көтерілмеппін. Бұл жер менің сүйікті орындарымның бірі. Ана жаққа қараш. Бізге керегі де сол жер. Жүр. Келдік. Енді таудың төбесіне шығуымыз керек. Бірақ тым биік қой. Маған түк емес. Шаман келгенше жоңышқаны көп қылып теруге тырыс. Алаң болма, сөмкеме толтырып алып келем. Мә, мынаған ие бол. Сосын ешкілерге бас көз бол. Я, мырза. Көзді ашып жұмғанша келетін болам. Қымбаттымға көмектескендерің үшін көп рахмет сендерге. Ешкі бағушының міндеті осы. Ешкілерді ешқашан қараусыз қалдырмаймыз. Кішкентай аю. Бірдеңе боп қалды ма? Кішкентай аю кетіп қалды. Қалған ешкілерге қарай тұршы. Олардың осы маңнан кетіп қалмауын қадағала. Тұзды тасты тастап кете қоймас. Егер жан жаққа жамырап жатса, бір уыс шөптің көмегімен кері қайтар. Қолыңнан келеді. Кішкентай аю. Кішкентай аю. Жарайды. Кішкентай аю, қайда барасың? Кері қайт деймін, ақымақ. Ол жақта қоз бар. Әй, тоқта! Кері қайт! Тоқта дейм! Әй, тоқта дейм! Тоқта деймін! Қайда барасың? Ақырысталдың. Бұзық. Қане бері жүр. Хайди, көмектес! Не істеуім керек? Қорқушы болма. Бірі уыс шөп беріп көр. Шөп пе? Әрине! Жүр, тездет. Мә, шөп же. Бәрі дұрыс па, Тереза? Питер! Питер! Аяғымда қоятын тас таппай тұрым. Сол жақ аяғының астында тас бар. Аяғыңды сол кезде табасың. Тағы біраз тұрсаң жетесің. Я, солай. Жарайсың. Рахмет, Хайди! Сабыр, сабыр. Қане табынға қосыл, түсінемісің? Қане тездет, бол! Ғажап. Жарайсың. Жарайсың, Тереза. Я! Мына ақымақ ешкі тым бұзақы екен. Алайда оған қарсы тұра алдың. Батыл екенсің. Тіпті бақташы болуыңа болады екен. Иә, бірақ ол жайында армандаған емеспін. Қажет емес. Бір Дорфлиде 3 бақташының болғаны көпті кетеді. Оның үстіне бас көз болатын ешкілер де көп емес. Таба алдың ба? Жоңышқаны жеген соң қымбаттымның сауығып кететіне сенімдімін. Иә, Хайди, солай болады деп үміттенем. Бәрі жақсы болады.
Саған ешкім тиіспейді. Қане, жей ғой. Жесең жазыласың. Я, осылай. Бәрін жей ғой, сұлуым. Я! Сенің кезегің. Енді оған біраз уақыт қажет болады. Бірақ қасапшы ертең таң атысымен келеді ғой. Бәлкім оны бүгін түнде осында қалдыра тұрармыз. Сол кезде қасапшы таба алмайды. Хайди, олай істей алмаймыз ғой. Йохан мен Альда бәрібір түсінбейді. Қымбаттымның қайтадан сүт бергенін көргенде олардың бәрін түсінетіндері анық. Иә, қаласаңыз бұлай жасаған менмін деп айтам. Басыңызды пәлеге қалдырмаймын. Тек бір күн ғана түнейді. Ертеңге дейін жазылмайтын болса, келлерлер отбасына бөгет жасай алмайды. Рахмет сізге, ата. Ал, Тереза, тез арада үйіңе бара ғой. Енді тынығып күш жинап ал, кішкентай қымбаттым. Кездескенше. Келесі кездескенше, Тереза. Тереза, қайда жүрсің? Мен тауда болдым. Ал қымбаттым қайда? Тереза. Ол атайдыкінде. Не? Атайдікі неме? Сен не деп тұрсың? Біреудің шаруасына араласпай жүре ала ма өзі? Атай мен Хайди қымбаттымға көмектесті. Ол жақында сүт береді. Мүмкін емес. Әлгі кішкентай қыз миыңа әбден құйған екен. Соған сеніп қалдың. Тереза, оның сөзіне сенуші болма. Олар біздің ешкімізді ұрламақшы болған анық. Жоқ, тек көмектескісі келді. Бәрі жақсы болатынына сенімдімін. Бірдеңе десеңші, Йохан. Әлгі ағай мен оның немересінің ешкімізді ұрлап алуларына жол бере алмаймыз. Ол жаққа таң атысымен барып бәрін анықтаймыз. Қазір бара алмаймыз, тым кеш болып кетті. Солай де. Ал қасапшыға не дейміз? Ол да таң атысымен келмеуші ме еді? Қасапшы ертең келем деді. Демек арғы күні де келе алады. Қымбаттым қайта сүт берсе, басқа ешкі сатып алуға ақша шығармаймыз. Қане, кешкі асымызды ішейік. Қайда зымырап барасың Бекеш? Өз бөлмеңе бар. Кешкі ас туралы мүлдем ұмыт. Бұл нағыз бассыздық. Жаныңыздың барында ешкімді қайтарыңыз. Айтып тұрмын ғой, Альда. Ол сарайда, оған ештеңе де болған жоқ. Қымбаттым. Сауығып қалғанға ұқсайды. Сауыққанымен сүт бермейді. Қане, алып жүр, үйге қайтамыз. Оны сауғанда сүт беретініне сенімдімін, Альда ханым. Сауып көріңіздерші. Сауып көріңіз, ағай. Біздің уақытымыз жоқ. Бәрі жақсы, қымбаттым. Саған тиіспеймін. Сонымен, Қымбаттым қалай болды? Осылай, қымбаттым. Жарайсың. Тамаша! Бұл сүт мен үшін бәрінен ерекше сүт. Альда ханым? Алыңыз. Иә, жоспарларыңыз іске асқан секілді, ағай. Бұның бәрін жасаған Хайди мен Тереза. Және Питер. Қаласаңыздар қымбаттым бірнеше күн осында қалсын, жарай ма? Оның әбден сауыққаны дұрыс. Бұлай жасағанымыз саған ыңғайсыздық тудырмайды деп ойлаймын, Альда. Иә, басқа амалымыз жоқ секілді. Байғұс ешкіні қыстаққа дейін жеткізуде оңай емес. Сізді бұдан бұлай әуреге салмаймыз, ағай. Йохан,
Тереза, жүріңдер, дүкенді ашуымыз керек. Рахмет аға. Саған да рахмет, Хайди. Альда үшін кешірім сұрайым. Болған жайт оның жүйкесін әбден тоздырды. Түсініп тұрмын, Йохан. Қымбаттымның өмірін сақтап қалғаның үшін рахмет, Хайди. Оқасы жоқ. Сен керемет бақташы болатын сияқтысың, Хайди. Болғанда қандай? Бірақ әлі талай сынақтан өтуің керек. Сынақ тапсыруға даянмын.